Армысыздар достар, бүгіннен бастап сіздерге linking words, яғни бір ойды бір ойменен байланыстырып айту үшін керекті сөздердің тізімдерін үйрететін болам. Кеттік. Ойыңызды бастап біреуге айтатын кезде белгілі бір сөздерді қолдануға болады. Яғни, менің ойымша деп қазақшада айтамыз, мен былай ойлаймын, мен былай түсінемін деп бастаймыз әңгімені. Соларды ағылшынша қалай айтамыз? Кеттік, соларды түсіндіре отырайын. In my opinion, менің ойымша. In my view, менің көзқарасым бойынша деген сөз. In my view. From my point of view. From my point of view. Point деген нүкте деген сөз. View деген көзқарас. From my point of view, менің көзқарасым бойынша деген сөз. Бұл сөздерді қолдану арқылы сөйлеу мәдениетіңізді арттырасыз. Яғни әдемі сөйлеу, көркем сөздерді қолдана отырып ойыңызды жеткізу жағынан біраз дамыған болып саналасыз достар. Сол себепті барлығын жаттап алып, кез келген уақытта қолдансаңыз болады. It seems to me that. It seems to me that. It seems to me деген сөз, мне кажется деген сөз, или это кажется деген сөз. Меніңше бұл осындай деп айтқыңыз келеді. Сол кезде it seems to me that. From my perspective. From my perspective. Бұл деген сөз менің тарапымнан деген сөз, менің ойымша, менің түсінуімше деген мағынаны білдіреді. It appears that. It appears that. It appears that you lied to me. Выходит так, что ты соврал мне деген сөз орысшасы. Яғни сен мені алдаған болып тұрсың ғой деген сөз. Яғни тұрсың ғой деген тіркес. It appears that. I realize мен түсінемін деген сөз. Яғни мен осыны былай қабылдаймын деген сөз. I realize that you called me to ask for help. Сен маған бір көмек сұрау үшін телефон шалғаныңды түсініп отырмын деген сөз. I realize, түсініп отырмын, түсінемін деген мағынаны білдіреді. I imagine, мен елестетемін деген сөз. Мен түсініп тұрмын барлығын деген сөз. Яғни мен көз алдыма елестетіп тұрмын деген мағынаны білдіреді. I imagine. According to me, бұл меніңше деген мағынаны білдіреді. Меніңше. According деген сөз өте жиі қолданылады. Бұл жазу ағылшынында әсіресе көп кездеседі. According to the article of Mr. James Bolton, James Boltonның жазған мақаласына сәйкес деген сөз. Яғни соған сүйене отырып деген мағынаны білдіреді. According to me. To me деген сөз меніңше деген мағынаны білдіреді. To me, меніңше. I think, менің ойымша. I think, менің ойымша деген сөз. I believe, мен сенемін деген сөз. I believe that you told me the truth. Сен маған шындығыңды айтқандығыңа сенемін деген сөз. I believe. To my way of thinking. To my way of thinking. To my way of thinking, you came to me to ask for some money. Менің түсінуім бойынша сен маған менен ақша сұрау үшін келіп отырсың деген сөз. Яғни to my way of thinking. I suppose. Менің пайымдауымша деген сөз. I understand. Мен түсініп тұрмын деген сөз. I understand. I feel, мен сеземін деген сөз. Осылайша сіз бір ойды бастайтын кезде, бір нәрсені біреуге жеткізгіңіз келген кезде осы тіркестерді қолдану арқылы ойыңызды көркемдеп, әрлеп, мәнерлеп жеткізу мүмкіндігіне ие боласыз достар. Бұлардың барлығын жаттап, үйреніп алыңыздар. Сау, сәлемет болыңыздар.